Hey бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан, және де достар, бүгін мен өзімнің огородтарымның бәрін бітірдім, және де содан тапқан заттарым міне осы 24 пшеница, 44 картоп, және де 24 сәбіз. Және де бүгін біз обедте жителдермен бірге өзіміз отырып әңгімелесіп шай ішетін боламыз. Так, жетел әлі басталған жоқ. Үйіне бара бер. Так, достар, біз қазір мына заттардың бәрін салсақ. Так, тез салып тастау керек. Пшеница, картоп, сәбіз и мотыга. Және де достар, бізде шақырылмаған 3 жетел қалған. Соларды қазір шақырамыз. Так, жабайық. Жителер әлі басталған жоқ. Так, что-то жителдер уже келіп жатыр. Стоп, мұнда неге жителдердің үйлері жоқ? Бағана бар сияқты еді. Мұнда ақ жителдікі, ал мұнда болса фиолетовый жителдікі. Ал мына жерде ақ платоғы бар жителдікі болған. Так, стоп, мұнда люк. Бұл люкта тоқа не бар? Так, бұны көру керек. Анда мен ағаш көріп тұрмын. Достар, қазір біз люкқа түсеміз, ал ендеше кеттік. Ал енді түсеміз. Так, жителдер шынымен да мұнда көшіп келген. Так, мұна үйде кім бар екен, соны біліп алу керек. Так, мұна үйде ешкім жоқ, есігін жаба салайық. Жителдер, сендер мұнда не үшін көшіп келдіңдер, соны маған түсіндір сендер. Маған кім түсіндіреді деймін. Достар, мен кішкене огородтан пшеница алдым. Жителдер, сендер неге мұнда көшіп келдіңдер жердің астына? Себебі бұл жерде төбеден қарағанда өмір сүру қызығырақ. Сондықтан біз үшеуміз көшіп келдік осында. Жарайды, ал сен ше жетел? Жоқ, осында қалам. Жарайды, так. Тағы кімнен сұрамадым? Так, кімнен сұрамадым мен? Ойланайық, мына 2 жителден сұрамадым. Так, сенен. Жетел, ал сен ше төбеге қайтадан барғың келмей ма? Жоқ, бізге осы жерде қызық. Ал сен бұл жерден тезірек кеткенің жөн. Себебі сен бізге немеш етіп жатсың. Жарайды, бәрі осылай ойласам, мен онда төбеге барып бір план ойластырайын. Онда менде 27 изумруд бар. Как раз оны 9-9-дан бөлсек, үшеуіне жетеді. Соны предлагать етіп көрейін, может олар келісетін шығар. Житель, сен білдің ба ана 3 житель кет қалғанын? Білемін. Осы житель білсе, онда барлығы житель біледі деген сөз. Мына жителдерден жарайды, бір-бірімен әңгімелесе берсін, картошкаларымен. Так, жителдер дегенде тезірек үйге барып қайтпақшы 27 изумруд алайық. Все, мыналарды тапсырайық та, мынаны алайық. Енді олар мынаған келіспесе, онда білмеймін, тағы басқаша ойлап көруге болады негізі. Егер болмаса, онда әкіммен сөйлесіп, басқа да план құратын боламыз. Так, түсейік. Так, жителдер, сендерге изумруд керек па? 9-9-дан бәріне бөліп беремін, егер қайтадан ауылға оралсаңдар. Жоқ, бір стак керек. Бір стак, жарайды, бұндай ақша әкімде бар деп ойлаймын. Енді 3 стак шығады деген ойдамын. Себебі біздің ауылда ондай көбінесе әкімде ғана кездеседі. Так, тез әкімге барайық. Әкім үйінде ме екен? Әкім. Так, әкім үйінде жоқ секілді. Так, есікті жабайық. Сундығында ақшасы бар ма екен? Так, сундықта да ақша жоқ. Батыржан, не істеп жүрсің? Мен сізге ана 3 житель туралы әңгіме айтайын дегем. Ол 3 житель ауылдан кет қалды, жердің астында тұрады. Олар оралу үшін бізге бір стактан бересін дейді. Міне ала ғой. Әкім берді, әкімге де көп рахмет. Енді жителдер бұған келіспесе, енді мен айта алмадым. Так, түсеміз. Доса, мен уже келдім. Так,
Жетелдер, сендерге стак керек па? Я, егер оралсаңдар осыны беретін боламын. Онда үйімізде қалпына келді. Үйлеріңді, жарайды. Онда тока ақшаны сосын беретін боламын. Так, осы үйлердің бәрін жаттап алып, енді істеу керек. Достар, мен жаңа ақылдастым. Олар айтады, типа енді үйімізді қалпына келді, сонда ауылға қайтамыз дейді. Так, онда тез складқа барып, керек заттардың бәрін алып алу керек. Так, тез складқа барайық. Так, міне склад. Так, достар, мен бүкіл керек заттарды алдым. Егер ұмытсам, онда складқа барып қайттан алам. Ал егер достар, сіздерге бүгінгі мен видео ұнап жатса, онда арнаға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Колокольчикті баспасаңыздар, мен видеом автоматически келмейтін болады. Так, ал достар, қазір мен видеомды тамашалап отыра беріңіздер. И соңғы штрихтар. Так, мұнда қоямыз. Все, бәрі болды. Бір үй дайын, достар. Так, мына жерге секіреміз. Все болды, бәрі дайын болды. Так, достар, біз уже келесі үйді бастаймыз. Так, осы жерге. И мұнда. Бұны да, достар, қазір мен кішкене алып тастайтын боламын. Дайын болған кезде сіздерге көрсететін болам. Себебі оның бәрі ұзақ уақыт алады. Видео бұндай болса, где-то 20 минуттай болып кетеді. Так, достар, мінекей уже біз мұна үйді да бітіп қалдық. Бірақ достар, мен мұнда кішкене қателескетін. Так, секіріп істеуге болмайды екен бұда, все-таки. Сіздерге мен қателігімді көрсететін болам. Енді ол үшін жедел келіспейді деген ойдамын, бірақ та пальбасы келіседі. Так, достар, міне. Мен фундаментті құюды ұмытып кеттім. Міне осылай көрініп тұр. Негізі ода осындай болу керек. Мақұл, кіммен болмайды дейсің. Так, по идее біздің үй дайын болды. Ал енді достар, біз келесі үймен бастайтын боламыз. Так, осылай. Так, және де есікті қоямыз соңғы штрих ретінде. Так, все, достар, міне біз үйді болдық барлық. Енді только жетелдер шақыру ғана қалды. Так, түсеміз. Все болды. Так, жетелдер қайда екен? Так, мұнда жетелдер жоқ. Міне. Жетелдер, міне сендердің ақшаларың, және де мен сендердің үйлеріңді болдым. Ал енді бізбен бағасына ма төбеге қайтадан? Йо. Сендерді как раз төбеде жетелдер күтіп тұр. Бәріміз қазір көңіл көтеретін боламыз. Батыржан, саған көп рахмет менің үйімді жасап бергеніне. Саған көп рахмет айтамын. Уақасы жоқ, жетел. Так, ал ендеше кеттік төбеге. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар.